қайырлы күн. Менің есімім Мусин Абылайхан. Қарағанды облысы Балқаш қаласы Зияткер мамандандырылған мектеп-лицейінің 11-ші сынып оқушысымын. Бүгінгі біздің презентацияның тақырыбы мен таңдаған мамандық математика мұғалімі. Бұл мамандықтың қызықтыру себебі неде? Математика сабағын бүгінгі күні асыға күтетін оқушылардың саны көп емес. Және сабақты еріксіз оқитындар да бар. Осы оқушылардың санын төмендетіп, математиканы жақсы көретін оқушылардың санын арттыру үшін және осы ғылымға өз үлесімді қосу үшін бұл мамандықты таңдап отыр. Сабақты бүгінгі күні жаңа әрі заманауи әдістермен өткізу Қазақстанның білім беру жүйесіне жетпейді деп ойлаймын. Әр оқушымен жеке дара жұмыс істеу және тақырыпты өмірмен байланыстыру қазіргі оқушылардың сабақты түсініп әрі зор ықыласпен оқуына қажет деп санаймын. Және осы білім беру жүйесіне қазіргі кезде жетпейді деп ойлаймын. Мамандықтың шығу тарихы қандай? Ең алдымен математиканың шығу тарихы жайлы қысқаша айтып кетейік. Математика қазіргі Мысыр, яғни көне Мысыр елінде пайда болған және мұндағы алғашқы сандар Бабыл елінде пайда болған. Яғни математика сол көне Мысырдан басталған деп айтуға болады. Негізінен математика тек қана Мысырда емес, сонымен қатар Үндістанда, Грекияда да дамыған ежелгі заманда. Мұғалім мамандығы қаншама ғасыр бұрын, қаншама мыңжылдық бұрын пайда болса да, зор сұранысқа ие маман иесі болып, тек қана жақында ғана зор сұранысқа ие болды. Негізінен ежелгі Грекияда пайда болған алғашқы мұғалімдер. Және осы жерде алғашқы білім беру жүйесі пайда болды. Алғашқы ұстаздар деп математикаға зор үлес қосқан және оның фундаментін қалап кеткен Пифагорды айта аламыз. Қазір оның біздің арамызға дейін өмір сүрсе де Пифагор оның оқыту, оның ашқан жаңалықтары бүгінгі күнде әлі де қолданылады. Көбісіне белгілі емес фактілер. 0 математикадағы рим цифрларымен жазылмайтын жалғыз сан. Оның белгіленуі біздің қолданылатын теңдік. Теңдік белгісі 16 ғасырда пайда болды. Тайвандағы Тайбэй тұрғындарына ресми түрде математикада жиі қолданылатын 4 санын қолдануға рұқсат беріледі. Себебі оларда 4 деген өлім дегенді білдіреді. Және мысалы көп қабатты үйлердің 4-ші қабат емес, 3-ші қабаттан кейін бірден 5-ші қабат деп айтады. Теріс сандар 19 ғасырда пайда болды. Саласында зор үлес қосқан ғалымдарға Нобель сыйлығы беріледі. Бірақ математика саласында зор үлес қосып жаңалық ашқан адамдарға Нобель сыйлығы берілмейді және олар Нобель сыйлығына ұсынылмайды. Мамандықтың мазмұны қандай? Әрбір тәлімгер өз біліммен бөлісуді, білімді өскелең ұрпақтың көбейгенін қалайды. Және мұғалім білім алушыға оқу үдерісінде дұрыс бағыт-бағдар береді. Және тек қана оқу үдерісінде емес, оның өзінің жеке өмірінде де көмегін беруге үнемі тырысады әрбір мұғалім. Қандай қасиеттерді қажет етеді? Мұғалімге ең алдымен сыпайылық және біліктілік керек. Сонымен қатар төзімділік және ұқыптылық та бұл маман иесіне қажетті қасиеттердің бірі. Атақты математиктер кімдер? Көне заманда көптеген ғалымдар математиканың дамуына айрықша ықпал етті. Қазіргі таңда да ғылым саласында ерен еңбек етіп, ғылымның дамуына үлесін қосқан ғалымдар жетерлік.
көне заманда математикаға зор үлес қосып кеткен атақты ғалымдар математиктер деп Пифагорды, Евклидті және Архимедті айтуға болады. Мамандықтың оң және кері жақтары. Ең бірінші артықшылығын айта кетсек, Конфуций өз сүйікті ісімен айналысқан адам ешқашан жұмысында шаршамайды деген екен. Зор ықыласпен жұмыс істесе, бұл мамандықтан әркім зор ықыласпен жұмыс істейді. Қазіргі кезде Қазақстанда маман иесіне деген сұраныс артуда. Мектептер, арнайы білім беру мекемелері, жоғары оқу орындары артып, мұғалім мамандығына сұраныс артуда. Және мұғалімдерді қазір зор құрметпен қарайды мұғалімдерге. Және жалақысы да өте жоғары. Ал кемшілігі стресс, қағазбен жұмыс және үлкен жауапкершілік. Кәсіптік білім беру ұйымдары. Негізгі орта білім беру ұйымдарына мысал ретінде Қарағанды болашақ жоғары колледжін, Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжді, Балқаш педагогикалық колледжді және Жұбанов атындағы колледжді айтуға болады. Ал университеттердің қатарына Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін, АЮ, Қарағанды мемлекеттік университетін, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетін және Еуразия ұлттық университетін мысал ретінде айтуға болады. Бұл маман иелері қажет салалар қандай және маманның мансаптық болашағы және сұранысы. Бұл маман иелері білім беру жүйесінде, білім беру мекемелерінде және білім басқармаларында жұмыс істей алады. Маманның мансаптық болашағы зор және сұраныс өте жоғары. Қорытындылай келе, математика мұғаліміне және жалпы мұғалім мамандығына түсу өте жақсы әрі бұл сұранысқа ие болашағы зор мамандық деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.